Айтсаң да ақымаққа қонбайды ақыл, ондайлар адам болып оңбайды ақыр. Үш биіміз 15-те дауға түсіп, тарыдай боп айтыпты таудай нақыл. Қаршадай боп жер дауын, жесір дауын шешіп берген бабамыз қандай батыл. Жүзге бөлінгендердің жүзі күйсін, төленің осы сөзі таңдайда тұр. Бүгінгі төрде отырған көп төрелер бабамның сол сөзінен шалғайда тұр. Алдына жұмыс сұрап бара қалсаң, туыстан басқаға көз салмай жатыр. Руласы болмай шықсаң, жұмыс түгіл ауласын сыпыруға алмай жатыр. Осыдан ақ көрініп тұрған жоқ па, басшылар бабамыздай болмай жатыр. Төле биге 15-те қонған ақыл, төрелерге әлі де қонбай жатыр. Салайын тыңнан бүгін менде түрен, елдің сөзін сөйлеумен ер жетіп ем. Үш биіміз алысып рушылдықпен бірлікті уағыздапты елге кілең. Қазақ бүгін бөлініп қырық руға, керісіп келіс алмай кергетіп ең. Соткасының бетіне руын жазып, біреулер мақтанады әулетімен. Біреулер кепкасына руын жазып, кердең басып жүреді сол бетімен. Көлігінің артына руын жазған адам көрсем, ұяттан жерге кірем. Тіпті бірі руын жаздырады, үйінде ілгіссе де төрге кілем. Ұлы жүз орта жүзіне кіші жүз боп бөлініп болсақ дейді ел бекіген. Қазақстаннан бөлеген құрамыз деп тиіп жүр кейбір надан елге түлен. Бір қазақты жақсы көрмей, біздің ел оңбайды бұл келбетімен. Руға бөлінгені қазақтардың, құруға асыққаны жер бетінен. Бірлікті біздің алаш игерсе екен, бірліксіз тасқа талай тиген шекем. Үйіршіл малдың өзін қасқыр алмас, ұйымшыл болуды ұлтым үйренсе екен. Тек руласын сүйрейтін өрге қарай, имансыздар Алладан именсе екен. Төле би Қазыбек пен Әйтекедей қазаққа құдай тағып би берсе екен. Үш биді бермесе де көп бастыққа, бір бидің миындай ғып ми берсе екен.